위에만 좀. Dostlar, Johnny'дің оқиғасының өткен бөлімдерін көретін видео мынаға тіркеліп, сол үшін де сіздермен видеоға лайк басып, комментарий жазып, осы видеоны максималды түрде өзіңіздің достарыңызға таратып кетіңіз. Олар да осы контентті көрсін. Ал достар, АККЗ арнасында Джонни мен Ержанның оқиғасы бастаймыз. Bak böyle dön. Onun үшін бар болғаны осы жерден лайкты басып жібересіздер, мінекей және де қызыл подписаться деген қызыл кнопканы басып жібересіздер. Одан кейін комментарий жазып кетсеңіздер болды. Сонда ғана сіз АККЗ арнасына тіркелесіздер. Ал біз видеоны жалғастырамыз. Karnı sotkan yok mu? İstiyorum ama.
Және де тағы да бір хабарландыру достар, осы видеоның описаниясына кіретін болсаңыз, бұл жерде менің инстаграмым жазылған. Яғни менің төрімді, менің қандай адам екенімді көре аласыздар. Ал сондықтан достар, ардақ келіп, инстаграмға тіркеліп, видеоны қарай беріңіздер. Taş öyle. Nasıl ya? Ержан, жоспар базар жоқ. Дима қашып кетті. Ары қарай не істейміз, бро? Менде бір идея бар. Мен банкты тонап кеткен кезде камералардың запись. Оны банк бастығы қарсылық. Онда ендеше жақсы емес пе, Ержан? Ол жерде жаңа қарт кісілердің ақша ұрлап жатқандарын полицияға көрсетіп Ержан, қасымда Джонни және Франклин деген досымыз. Біз үшеуміз бүгін банк тонаған едік. Бізді түрмеге жабуға күте тұрыңыздар, өйткені біз банк тонаған кезде ешқандай да адамды өлтірмедік. Ешқандай да ұлттарымыздың 30-дан да салмай
жай ғана ақшаны ұрлап кеттік. Ал ақшаның барлығы да менің Франклин есімді досымның сөмкесінде тұр, және де оның сөмкесінде дәл сол банктың камера видеонаблюдение записіне жазылған. Ол жерден сіздер сол банктың бастығының алдап сулап хан кісіден ақша алып 99% воды и ничего лишнего. Влажные салфетки Хаггис для нежности на коже малыша. Никола, панасынла. Сол кезде мен өзі өлген тамақ ішеді. Сүт болады ғой. Сол кезде нет кітапхана боласың ба? Мен тоқталғанам. болып жатқанын көре аласың. Нет, тамақ ішеді. Айталанып страховка компаниясына Тамақ ішеді. Тамақ ішеді. Бізде бүкіл қоңырау 10 минут қой. өзіміздің қылмысымызды Тамақ ішеді. барлығын да сол банктен қайтарып бере аламыз. Біз жай ғана жақсы адамдарға көмектескіміз келді. Иә жігіттер, ақшаның барлығын да қайтарып полицияға барғанымыз дұрыс болды. Әйтпесе қазір сол ақшаларды алып кетсек, түбінде бір түрмеден бір шығады. Ұрлықты қорлық дегендей ұрлық жасап керек емес. Осы видео ұнаса лайк басыңдар. Сіздерді етіңдер және бөлікті басыңдар, комментарий қалдырыңдар. Осындай видео тағы шығар деп айттыңдар, шығарамын. бұл видеодан маған да ұнады.